Азаматтарымыздың қарызға белшеден батқанына қатты алаңдаймын. Мемлекет басшысы жыл басында Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында мәселеге ерекше екпін түсірген еді. Президент өз жолдауында да жауапты құрылымдарға нақты шараларды қолға алуды тапсырды. Бұл бағытта қарызсыз қоғам жобасының маңызы жоғары. Тасқала ауданында қаржылық сауатты арттыру жұмыстары жалғасын табуда. Өткен жылы басталған пилоттық жоба өз тиімділігін көрсетіп, жалпы халықтық бағдарламаға айналды. Биыл 200 мың қазақстандыққа қаржылық сауат курстары өткізіледі. Бұл қарызға батқан азаматтарды тығырықтан шығаруға ғана емес, өз қаражатын тиімді басқаруға мүмкіндік береді дейді қатысушылар. Бұл оқудан біз өзіміздің қаржылық сауаттылық бойынша көптеген мәліметті аламыз деп ойлаймын. Сонымен қатар отбасылық қаржыны қалай басқару керек, депозитті қалай дұрыс жұмсау керек деген бағытта дәріс алатын боламыз. Енді бұл оқудың біз сияқты қарапайым ұстаздарға, жалпы қарапайым халыққа пайдасы мол деп ойлаймын. Аманат партиясы мен Халық банктың бірлескен бастамасы арқылы несие бойынша берешегі бар және борышкерлер тізімінде тұрған ауыл тұрғындары мемлекеттен жеңілдікпен несие алуға үміткер кәсіпкерлер оқудан өте алады. Былтыр Тасқалалық 400 тұрғын білімін жетілдіріп, сертификат алған. Биыл да қатысушылар қатары артып отыр. Президентіміздің тікелей тапсырмасына сәйкес ақпан айынан басталған дәрістеріміз жыл аяғына дейін жалғасатын болады. Әкімшілік тарапынан дәріс берушіге София Дымгерейқызына әкімшілік тараптан өзіміздің қолдауларымызды көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі күні екінші рет өзінің дәрісін алудан бастады. Биылғы жылы 450 адам, бұл әртүрлі категория бойынша, оның ішінде ұстаздар бар, кіші қызметкерлер бар, барлық қарапайым халықты оқытуды жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, қазіргі уақытта 8,4 миллион адамның мойнында 18 триллион теңге несие бар. Оның ішінде тұрғындар микроқаржы ұйымдарынан 197 миллиард теңге онлайн қарыз рәсімдеген. Ернұр Айдын Айтболатов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.